Рахимбекова Роза Оразхановна, Серік Елгезек атындағы негізгі орта мектептің математика пәні мұғалімімін. Сабақтың тақырыбы ондық бөлшектерді оқу және жазу. Оқу мақсаты ондық бөлшек ұғымын меңгеру, ондық бөлшектерді оқу және жазу. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен танысып болсақ, сабағымызды бастайық. Бүгін біз ондық бөлшектердің тарихына саяхат жасаймыз. Біздің дәстүрлі сан жүйеміз бүтін сандарға негізделген, ал бөлшектерді көрсету қиын еді. 16 ғасырда Еуропада сауда мен ғылымның дамуы ондық бөлшектерді қажет етті. Итальян математигі Симон Стивен алғаш рет ондық бөлшектерді жүйелі түрде қолданған. Ол бөлшектерді жай бөлінген сандар деп көрсетіп, есептеуді жеңілдетті. Бұл жаңалық саудагерлер мен ғалымдарға дәл есептеуге мүмкіндік берді. Кейінгі ғасырларда ондық бөлшектер математика мен ғылымның негізіне айналды. Бүгінде ондық бөлшектер барлық ғылым мен технологияда қолданылады. Осылайша қарапайым бөлшек әлемді жеңіл есептеуге көмектесті. Жай бөлшекті немесе аралас санды ондық бөлшек түрінде жазу үшін керек жағдайда бөлшектің алымындағы цифрлар саны мен бөліміндегі нөлдер санын теңестіру. Бүтін бөлігін жазу, бүтін бөлігін бөлшек бөлігінен айыру үшін үтір қою. Бөлшек бөлігінің алымын үтірден кейін жазу керек. Ондық бөлшекте үтірдің оң жағындағы бірінші разряды ондық үлес, келесі разрядтар жүздік үлес, мыңдық үлес деп аталады. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа арналған есептерді қарастырайық. Енді ондық бөлшектерді оқуды сәйкестендірейік. 4 үтір 7 бұл бізде қалай оқылады? 4 бүтін 10-7. Солай ғой? Келесі. 0 үтір 0,8 бізде. Бұл 0 бүтін 100-8. 0 бүтін 100-8 көріп тұрмыз ба? 0 бүтін 100-8 мені. Келесі. 15 бүтін үтірден кейін 3 сан бар, демек мыңдық үлеске кіреді. 15 бүтін 1000-нан 234. 15 бүтін 1000-нан 234. Келесі 9 үтірден кейін 1 сан бар, демек ондық үлесте 9 бүтін 10-нан 3. Келесі 0 бүтін үтірден кейін 3 сан бар, демек мыңдықта 0 бүтін 1000-нан 456. Келесі 28 бүтін үтірден кейін 2 сан бар, демек жүздік. 28 бүтін 100-ден 9. 50 бүтін 1000-нан 2. Үтірден кейін себебі 3-0 бар. Өте жақсы, барлық жауаптар дұрыс. Оқушылар, сендерге жұмбақ жасырайын. Бүтін мен бөлшекті үтірменен айырған. Әп-әдемі жазылар, айтыңдаршы қандай сан? Енді квиз жасайық. Бөлшекті ондық түрінде жазыңдар. 2 бүтін 10-нан 5. 2 үтір бізде 10-нан кейін 10-да 1-0 бар, демек үтірден кейін бір ғана сан жазылады. Сол үшін 2 бүтін 10-нан 5. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі. 100-ден 45 бүтін бөлігі жоқ, ол бізде 0 болады. Сонда бөлімі 100, демек 2-0 бар, үтірден кейін бізде 2 цифр жазылу керек. Сонда 0 бүтін 100-ден 45. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі. 100-ден 7 бүтін бөлігі 0, сонда 0 бүтін 102-0 бар, демек үтірден кейін 2 цифр болу керек, сонда бізде ол 0 бүтін 100-ден 7 болады. Дұрыс. Келесі. 1 бүтін 10-нан 8 бүтін бөлігі бізде 1, үтірден 10, демек 1-0 бар, үтірден кейін бір ғана цифр жазылады, сонда 10 бүтін 10-нан 8. 1 бүтін 10-нан 8. Қателес болып қойып, кешірім сұраймын. Дұрыс. Келесі 2 бүтін 10-нан 5. 10-ның бүтін бөлігі бізде 2. Бұл екеу жауаптың бірі болуы мүмкін. Демек 10-нан кейін бізде 10-да 1-0 бар, демек үтірден кейін бір ғана цифр жазылады, сонда 2 бүтін 10-нан 5. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. Ондық бөлшекті жай бөлшекке немесе аралас санға айналдырыңыз дейді. Бірінші тапсырма. 0 бүтін 10-нан 5 бөлімінде неше жазылады бізде? 10, алымы 5. Тексеріп көрейік. Онда 0. Дұрыс.
Келесі тапсырмаға өтейік. 2 бүтін бөлігінде 2. Қалай оқимыз? 4-ден кейін бізде 2 сан бар, демек 100-ден 75. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі. 0 бүтін 4-ден кейін бізде 3 цифр бар. Мұнда 0 бүтін. 4-ден кейін қанша цифр бар? 3 цифр бар. Демек бөлімі 1000-нан 125. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі тапсырма. 3 бүтін бөлігі бізде 3. 4-ден кейін 1 цифр бар. Демек бөлімі 10. Алымы 4. Тексеріп көрейік. Дұрыс екен. Келесі тапсырма. 1 бүтін 10 мыңнан не? 4-ден кейін қанша сан бар? 1 бүтін жазып алайық. 1. 4-ден кейін 1, 2, 3, 4 цифр бар. Демек 10 мыңнан қанша? 625. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Құрметті оқушылар, солтүстік Қазақстан облысында әрбір тұрғынға 0,161 гектар орманнан келеді. Бұл көрсеткіш Қазақстан бойынша әр тұрғынға келетін орман мөлшерінен 0,3 гектарға артық. Қазақстанның әр тұрғынына қанша гектар орманнан келеді? Енді сабағымызды қорытындылайық. Экранда көрсетілген шамдарға назар аударыңыздар. Егер тақырыпты толық түсінсеңіздер жасыл, сұрағыңыз болса сары, түсініксіз болса қызыл түсті таңдаңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.